Құрметті балалар, ендігі сендердің тыңдайтын ертегілерің кім мияу деді. Күшік үй жанында ұйықтап жатады. Бір кезде мяу деген дыбыс естіледі. Күшік ұшып тұрып, мяу деген кім деп іздей бастайды. Әтешке кездеседі. Сен мяу дедің бе? Әтеш: ку-кари-ку. Жоқ, мен емес, мен мақтаншақ әтешпін. Күшік тышқанды көреді. Сен мяу дедің бе? Пип, пип-пи. Жоқ, мен емес, мен кішкентай қорқақ қара тышқанмын ғой. Енді күшік үйшіктің жанында үлкен қабаған итті көреді. Сен мяу дедің бе? Ау, мен емес. Мен үлкен ашулы қабаған итпін. Осы кезде ара ызыңдап күшікті шағып алады. Күшік өзендегі суға мұрнын жуып жатып жүзіп бара жатқан балықты көреді. Сен мяу дедің бе? Балық үнсіз-түнсіз жүзіп кете барады. Өзендегі бақа тіл қатады. Куак-куак-куак. Балық сөйлемейді. Сонда сен мяу дедің ғой? Жоқ, мен емес, мен бақылдауық бақамын ғой. Күшік үйшігіне қайтып келеді. Орнында жатады. Осы кезде тағы біреу мяу мяу деген дауысты естиді. Күшік мысықты көріп қалып, сен екен ғой мяу деген деп қуа жөнеледі.